Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін имбирный печеньенің тестісін даярлайтын боламыз. Пряниктерге жаңа жылдық стильмен әртүрлі суреттер салса болады. Фантазияңызға байланысты оның үстіне кез келген суретті салуға келеді. Тіпті одан әртүрлі стильдегі үйлер құрастырып жасайды. Пряниктермен торт үшін әртүрлі топперлер даярласа болады. Мен осы жақын арада динозаврлар топперін даярлаған болатынмын. Бүгін сіздермен пряник тестісінің рецептімен бөлісемін. Ал келесі видеода сіздермен оның үстіне қалай оңай түрде сурет көшіруге болады, сол туралы видео түсіретін боламын. Пряник үшін бізге 100 грамм бал, 100 грамм қант, жарты шай қасық тұз, 20 грамм сары май, 1 шай қасық разотлитель, 2 дана жұмыртқа, 450 грамм ұн, 1 шай қасық имбирь ұнтағы, 1 шай қасық корица ұнтағы және жарты шай қасық мускатный орех қажет. Пряниктің иісі аңқып тұру үшін 1 дана лимонның және 1 дана апельсиннің қабығын үкіштен өткізіп даярлап аламыз. Алдымен 1 дана лимонның және 1 дана апельсиннің қабығын қантқа салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған уақытта өзінің аңқыған иісін осы қантқа беруі тиіс. Барлық құрғақ заттарды бір ыдысқа салып араластырамыз. Құрғақ заттар бізде ұн, имбирь, корица, мускатный орех барлығын бір ыдысқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Үй температурасында сары майға жарты шай қасық тұз қосып, оны ағарып көпіргенге дейін араластырамыз. Қантпен араласқан цитрус қабығын осы сары майға салып, оны миксермен шамамен 5 минут көлемінде тағы да араластырамыз. Келесі кезекте негізгі массамызға 2 дана жұмыртқаны кезектестіріп отырып қосамыз. 1 дана жұмыртқаны қосамыз, миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Артынан 2 дана жұмыртқаны салып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Балды салып, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сұйық массамызға ұнды елеп отырып қосамыз. Ұнның бір бөлігін қосамыз, оны силиконовый лопаткамен жақсылап араластырамыз. Ұнды қамырымыз әбден қоюланғанға дейін елеп отырып қосамыз. Оны лопаткамен араластырамыз. Лопаткамен араластыруға келмеген уақытта біз қолымызбен қамыр елейміз. Соңында қамырды ыдыстан шығарып, нан жаятын орынға елейміз. Бізде осындай өте жұмсақ, аздап қолға жабысатын қамыр пайда болуы тиіс. Қамырды 3-4 сағатқа өз формасын ұстағанға дейін холодильникке салып қоямыз. Ал егер өте асығыс болсаңыз, 2 сағатқа морозильникке салып қойып, содан соң шығарып, пряниктерді жасаса болады. Холодильникте тұрған пряник тестісі қатаяды, ол жаюға өте ыңғайлы болады. Пряниктің қалыңдығы бірдей болу үшін 2 жағына картон қойып, оны 2 пергамент қағазының үстінде жайса болады. Пряниктерді арнайы формамен немесе даярлап алған топперлердің пішініне сай етіп кесеміз. Артық қиындыларын аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10-15 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты пряниктердің күйіп кетпеуін бақылаңыз. Егер пряниктерден тортқа топпер жасайтын болсаңыз, оның астына ағаш палочканы бірден ыстық күйінде кіргізесіздер. Себебі суыған пряникке ағаш палочка кірмей қояды. Ал келесі видеода мен сіздермен осындай әппақ қылып бетін қаптап, яғни айсинг жасап, оның бетіне сурет салуды көрсететін боламын. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан әртүрлі тағамдардың жасалу жолын, торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.